Еканшының хикаясы. Әлқиса. Сол жылдары есейіп қалған біздердің, яғни ауыл балаларының бір қызықты ермегі жазғы демалыста сиыр жаю еді. Тамыз айының ортасына қарай шөлді жазыққа егілген бұршақ атаулы түгелдей орылып, әр үйдің қырманына мая болып жиналатын да, тау бөктеріндегі шет-шегі алыс атыз иен қалатын. Оған қоса біздің де күткен күніміз туатын. Ересек тартқан, жас шамамыз қарайлас бір топ бала сауынға алып қалған сиырларымызды қосып жайып, күн ұзаққа ойын қызығына бататынбыз. Жігербай асуынан бері асқан көне арба жол, сайтан асу аталатын күректі белін басып, одан ары кететін. Сол шаңды жолдың бойынан күніне жоқ дегенде аттылы-арбалы 7-8 жолаушы өтеді. Біздің бір ермегіміз солар жүріп өткен ізді аңду. Асығыс шапқан аттыдан, кедір-бұдырдан, селкілдеген арбадан, жолаушылардың қалтасынан бауы үзілген сағат немесе түйіншекке салынған кәмпит тәтті сәлемдемелер анда-санда бір түсіп қалатын. Олар біздер үшін үлкен олжа еді. Одан қалды атыз басында шашылған бұршақ дәндерін тереміз. Ақтарылған ақ бұршақтарды қалтамызды толтыра теріп алып, үйге барғасын табаға қуырып жейтінбіз. Қалғанын ертеңгі ас үшін торсыққа құйып алған шайымызбен қоса арқалап жүретін едік. Қуаңшылық жайлаған сол жылдары ауыл адамдарының, әсіресе балалардың өмірі тым жүдеу еді. Қалтамызға сыймайтын болған соң, үйден үлкенірек дорба ала келетінбіз де, күні бойы терген бұршақ дәндерін өрістен қайтар жолда ауылдағы жалғыз дүкенге апарып сатамыз. Ішімізде пысықтары, оны күзгі оқу маусымына қажетті оқулық пен дәптер сатып алу үшін қораның дөдесіне, үйдің елеусіз қуыстарына тығатын. Алысып-жұлысып, қуаласып жүріп, борпылдақ топырақтан қашқан тышқандарды ұстап алатынбыз. Сұлы масағынан ұзын түтік жасап, ішіне жел үрлеп, тарс етіп жарылғанын тамашалаймыз. Түс ауа шаршай бастаған соң қоралана отырамыз да, естіген, көрген, білген әңгімеміздің көрігін қыздырамыз. Мұндайда жолдастарым менің аузыма телміретін. Үлкендерден естіген сайтандар аңызы мен соғыс туралы әңгіменің майын тамызатынмын. Ұшы-қиырынан көз талатын, шөл деп аталатын, шаңы бұрқыраған бұршақ атысында бір сарынды ойындардан жалығып та кетеміз. Бір күні әңгіме айтудан гөрі тыңдауға құмар түбіт мұрттар маған мынадай ұсыныс тастады. Әр 3 күн сайын басынан кешкен немесе ауыл қарияларынан естіген қорқынышты яки күлкіге қарық қылатын қызықты бір әңгіме айтып отырсан, әр 5-ші күні сиырыңды біз қосып жаямыз да саған бір күн демалыс береміз, деді. Оған қуана келсе кеттім. Көктерекке көкөніс сатып келген Қытайды Данай мен салтанаттар сабайтын жылы, деп бастадым келесі әңгімемді. Өзге балалар қостап шулай жөнелді. Әрине, ауыл қазақтарын басынып, әсіресе бастаған келімсек қытайларды біздің жігіттердің шаңға аунатып сабаған оқиғасы барлық баланың есінде. Сол жылы қыс басында немерелес ағатайым мені ертіп аңға шықты. Қыстағымыздағы бізге жамағайын туыс аңшы Халел қарт бүйрек сырқатымен ауырып, төсек тартып жатқалы жылдан асып кеткен. Үлкен ұлы Қосамбектің көктемде апамнан қазып алған жалқы бөлтірігі бізді қатты қызықтыратын. Балалары топтасып, аңшы шалдың есігі алдында білеу темірден жасалған қоршауда аласырып тұрған бөлтірікті көруге жиі баратынбыз. Қария есік алдындағы қарағай орындықта күншуақтап отыратын. Қызықпен жүріп жазды да өткіздік. Жартасқа жармасып, тасжарған жеген, тікеніне қолымызды тілдіріп, тошала терген күндер де өтіп, қыстаққа көшіп келдік. Қара қазан төңкеріліп, қараша айы туды. Қоян қақпан сұрап, тағы бір барғанымда, Қосамбек ағам жақпарға қысылып арам өлген семіз қойды жәукемдеп бөлтірікке жем дайындап отыр екен. Тордағы бөлтірік өсіп, көкшулан тартып қалыпты. Біздің ауыл салтында көпшілік бала әкелерін аға деп атайды. Әке деп айтатын тек осы Халал мен Дәлей әулеті еді.
Әкемнің бүйрек ауруына бұғының қуық шыбығы табылмайтын ем екен. Сен шешеңе айтып көндіріп көр, жіберсе менімен бірге аңға шық. Қазір тау бұғыларының ақ майы ақтарылып тұрған шақ. Ұранхайлар қыстауына барып, қуырдаққа бір тоямыз, деді ағам мені еліктіріп. Түнімен қыңқылдап, күнімен қырсығып жүріп, әке-шешемді ақыры көндірдім. Желді айының алғашқы 10 күні торғайбас қармен басталып, азынаған желмен аяқтады. Тура осы сәтті тосқан Қосанбек ағам екеуміз сөртінің басына бұға аулауға аттандық. Қарлы ормандағы қатерлі сапарға апта бойы қам қылдық. Құнан бойдың терісінен иленген, аяқтан кеудеге дейін тұтас тігілетін жарғақ шалбарға түбіт шекпеннің етегін бүріп салып белдік тарттық. Оқшаңтайды жеңіл сеңсең ішік сыртынан айқастыра байлап, жол қоржынды атқа арттық та шаңғыны қос тақымға басып жолға шықтық. Ағайым төрт пұшпағына дейін бүтін иленген төрдей үлкен аю терісінен жасалған жамылғыны иығына ілгенде ат құйрығын тұтас жауып кетті. Жолшыбай тастан жиылған үлкен бір бөлмелі жапырақ дүкенге соғып, 4 құмыра отты суды қоржынға басты. Оны неге алғанын әзірге түсінбей келемін. Сөрті басындағы орманшының үйіне мінген атымызды қалдырып, таң қылан бере ары қарай ең қарлы таулар арасына шаңғымен тартып кеттік. Жолшыбай қарнымыз ашып, жүрегіміз төмен тарта бастаса, сүйегінен сылып алып, құйрық май қоса пісіріп, қатырып алған білеу-білеу сұрпы етті қармен қоса қарпып-қарпып аламыз. Табанына жылқының жон терісін жымын білдірмей қаптаған қара шаңғымыз өрге жүруге ыңғайлы-ақ. Қара қыс бастала сойылған жайлаудың сонысына әбден семірген жылқы жарықтықтың қайратты түгі өрге қарай жүрген шаңғы табанын сүрі қарға желімдей шегелеп артқа қарай сырғытпайды. Таң азанынан бергі тынымсыз жүрістен әжептәуір жерді өндіріп алдық. Бір шеті Серлік тауына, бір шеті Шәкір дарасына қарай кететін алып таудың арғы бетінде мал баққан ұранхайлар тұрады. Жазда ат құлағында, қыста шаңғының тізгінінде ойнайтын, тау-таудың алыс қуыс қойнауларын мекендейтін бұл моңғол руларының малдан басқа асып-тасып жатқан қарбалас тірлігі жоқ. Мезгілі жеткенде аң аулайды, қысы-жазы тау ішін мекендейді. Тек көктем мен күзде ғана етекке түсіп, азық-түлік, арақ-шараптарын ондаған түйеге теңдеп қамдап алады да өз тірлігі өзінде бейқам өмір сүре береді. Ұранхай тілінен әжептәуір хабары бар Қосанбек ағайым олармен үйір айқас, жақын дос. Осынау ұзынан сылаған орманды таудың күнгей теріскей беті мыңғырған қоңыр аң. Бар да керегіңді жыға бер. Сай-саланы бес саусағындай білетін ағайымның айтуынша межелі жерге ұранхайлар қыстағына да жақындап қалыппыз. Бірақ біз күтпеген іс туды. Кенет тау басына ала шаңдыққа ұқсас бұлт түйірілді де жел көтеріле бастады. Тездетіп анау тік иықшаны айналып үлгірейік, деді ағатайым. Тауда боран жиі соқпайды, бір соқса әлем тапырағын шығарады. Алдымыздағы биік шоқы тасты көрдің ғой, соның арғы жақ түбіне барып, қарды үңгіп пана жасап алайық. Межелі жерге ентіге жетіп, зәулім жартас түбіндегі беті қатқан қалың қарды шаңғымен үңгіп қазып алдық. Топыраққа жеткенде кісі бойындай тереңдіктегі пана да дайын болды. Таулы орманда аңшы әкесіне еріп көп жортқан. Тау сырын, орман құпиясын жақсы білетін ағайым кеңесінде айтып жатыр. Аузын тар, түбін кең етіп қазсақ желге пана болады. Суыққа да тоңбаймыз. Боран бүгін басылмаса, осында ұйықтап шығамыз. Аюлар әлдеқашан ұйқыға кеткен. Қасқыр атаулы қазір етекте. Малды ауылды торуылдап жүр. Демек жыртқыштан қауіп жоқ. Жыртқыштан қауіп жоқ дегесін, менің де көңілдегі белгісіз үрейім сейіле қалды. Қоралы қойды қақ ортасынан жарып, бір өте шыққанда 20 шақтысын жусатып кететін тау қасқырынан қорқамын. Таудың күні қысқа, түні тым ұзақ болады.
Ала бұлт әкелген боз боранмен қоса қараңғылық та үйірілді. Жол қоржынымызды алып ас қамын жасадық. Ұядай ғана қар үңгірінің іші жып-жылы. Ағайым жамылып жүрген текеметтей үлкен аю терісін астымызға жазып, асқанын тіземізге қымтандық. Үстіміздегі қабаттап киген тері киімдерімізден де суық өтер емес. Шамасы түн ұйыған шақ. Күні бойы жүрістен қалжырап, оның үстіне аш қарынға түскен майлы кесек еттің әсерінен қатып ұйықтап кетіппін. Бір уақытта ағайым түртіп оятты. Боран әлде қайда басылған, айнала тып-тымық түн. Қар үңгірден аспанға қарап едім, жұлдыз сейрей бастапты. Шығыс кеңістікте жарқыраған шолпан жарығы көзге оттай басылады. Тыңда, қорықпа бірақ, деді ағайым сыбырлап. Арнайы тігілген тұлыпта бөлшектеулі жатқан екі мылтықты құрап оқтап қойыпты. Үстеміздегі биік жартас үстінде бір кемпір отыр. Кейпі адам шошырлық, даусы да жаман. Көзімді қараңғылық байлап тұрған-ай. Дегенмен бұл жақта өлмелі кемпір жүруі мүмкін емес. Сонда да күмәнім басым. Анда-санда бақырған даусынан оянып кеттім. Саған айтпап па едім, бұл тауда сайтандар мекендейді. Ертеде көп соғыс болған. Мен бетасармен басынан көздеймін. Сен де бірдеңкені ал да жүрек тұсынан сығала. 3-ке дейін санаймын. 3 дегенде қатар атамыз. Ағайымның сөзі аяқталмай жатып, жоғарыдан баж етіп бақырған сүйкімсіз жарықшақ дауыс тау ішін жаңғыртты. Қар үңгірден басымды шығарып қарап едім, таң алдындағы ала кеуімде жартас үстінде шоқиып отырған аппақ киімді кемпірдің сұлбасын көрдім. Мылтығымызды қатар шығарып, қатарласа нысанаға алдық. Жартас басында жарбиған сайтан кемпір тура астыңғы жағында өзіне қарай кезелген суық қаруды сезген жоқ. 1, 2, 3. Қос мылтық қатар атылды. Тарс еткен қаһарлы дауыс тау ішін солқ еткізді. Екі арқан бойынан да биік тау үстінен оққа ұшқан кемпір біздің тура тұсымызға зымырап келіп, қалың қарға күмп етті. Ағайым да, мен де қимылсыз, үнсіз қалдық. Екеуміздің ойымызда да атып түсіргеніміз сайтан ба, адам ба деген ой. Не болса да жерге жарық түсуін тосамыз енді. Дегбірсіздене күткен сәтте туды. Ала кеуім таң шапағы сейіліп, шығыс қырқадағы биік самырсындар арасынан шашырған қып-қызыл күннің асыл нұры тұтас дүниені жарқырата бастады. Біз түнеген шоқының арғы беткейінен үрген иттің әлсіз даусы жетті. Қар үңгірден басымызды шығарып едік, бағанағы кемпір отырған жартас үстінде 2 адам тұр екен. Атып түсіргеніміз сайтан емес сияқты, деді сасқалақтаған ағайым. Менің де жүрегім ұшып кеткен. Ұранқайлар қыстауының жанына келіп қоныппыз. Мұнда адам мекендемейтін еді. Бұлар биыл қоныс жаңалаған болды. Ұйқышы маубас төбеттердің де түнімен мыңқ етіп үн шығармағанын-ай. Тез жиналайық, мылтығыңа ие бол. Анау келген шал осы өңірдегі атақты аңшы, Мөңке Байыр деген ұранқай. Оның шамына тиюге болмайды. Қоржын қосқаланымызды иығымызға іліп үңгірден шыға беріп едік, күрттік қарды сықырлата басқан екеу жақындап келіп болыпты. Бірі мен қатарлы бала, екіншісі ұзынтұра арық шал. Хойе хулган хасахмин, чамайен дайсын, тугат ирефу, эсфел торет ирефу, хотнимин, хоймұрт ирет, ямак мин, ягат, бутчихаве, деп айғай салды. Не айтқанын түсінбеген едім, артынан Қосанбек ағайым аударып берді. Ей, қарақшы қазақ, мұнда жау айдап келді ме? Адасып жүрсіңдер ме? Қорамның іргесіне келіп тұрып, ешкімді неге атасыңдар? Қосанбек ағам иіліп амандасып, шалдан кешірім өтінді. Ақысын төлеп берейік, ақсақал. Кеше күн бұзылып, шаңытқы боран соққан соң, осы жартас түбін паналап едік. Мені де албасты басып, сайтан екен деп, малыңызды абайламай атып салдық. Ағайым қоржындағы шөлмектің шетін жылт еткізіп еді, шалдың ашуы лезде тарқады. Қасындағы балаға
оққа ұшқан ешкіні үйіне апарып сойып алуды бұйырды да бізге бұрылды. «Хойе, хульгачылар! Әкең Халелдің бетін сыйлайын, бүйтіп аңшы болғандарын құрсын. Түнде боранда қойдан бөлініп қораға кірмей қалыпты. Кәрі ешкінің ажалы ақыры қасқырдан емес, сайтаннан қорқатын қазақтардан болды. Жүріңдер, өздерің атқан сайтан кемпірдің етін жеп, сорпасын ішіңдер енді». Табиғаты ақкөңіл, қыршаңқы шал Құзар тауды жаңғырта қарқылдай күлді. Әңгіме авторы Ұларбек Дәлейұлы. Құрметті тыңдарман, егер әңгіме ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуыңызды сұраймын. Мені қолдаған әр оқырманға мың алғыс.